Осынау бір сәттік өмірде жалт етіп сөнген жасын тағдырлар аз ба? Алдартыңа қаратпас ажал сағаты соқса, бәріміз де дәрменсізбіз. Өмір өткінші, дүние жалған деген сөздерді тағы да бір дәлелдеп, арамыздан адал дос, қимас бауыр Жазылбек кетті. Ақ жарқын, ақ бейілімен баршамызды баураған Жазылбектің сапары қара жолда мәңгілікке қиылады деп ойлаппыз ба? Тумақ бар жерде өлмек те бар дейді шариғат сөзі. Шіркін, бәрі орнымен, бәрі ретімен келсе, өкініштің өзені тасып, қайғының қара жаңбыры жаумас еді ғой. Кеше ғана арамызда күліп ойнап, жарқылдап жүрген Жазылбек досымыздан қапыда айырылдық. Бір қанатымыз қайрылды. Өмір атты өткелдің жұмбақтығы да осы болар. Ақ кебін біреуге ерте, біреуге кеш пішіледі. Адал досымыз Жазылбектің жанымызда жоқтығына биыл 10-шы жыл. Өлім түгілі өкпеге қимайтын есіл дос жайлы ендігі жерде естелік айтамыз деп кім ойлаған? Сыныптас досымыздың құйрықты жұлдыздай жарқ еткеніне сене алмаймыз. Мектеп бітіргенімізге 30 жыл толған кездесуде арамызда жоқ болсаң да, біз сені ұмытпаймыз. Алланың мейірімі мен пайғамбардың шапағатында бол. Көздегі күңіренген күнде мұңаямды өкпелеймін кімге? Келем үнсіз аңдамай, өкініш пе бұл қалай? Жеткізбейтін арман-ай, өтеді өмір шалған-ай. Амал бар ма? Өмір осылай, сынағына көнесің, тағдырыңа ересің. Ай, өтеді зымырай, шалған өмір ай. Жадыраған күнге мен қашан жетерімді білмей, жауыны көп таңдардай жаным мұңды бұл қалай? Өтіп өмір жалған. Әттең, жарық дүниедегі ғұмырың тым келте болды. Орнында бар оңалар деген, артында қалған ұрпағыңның амандығын тілеп, Құран бағыштаудан басқа не амал бар? Алдың пеш, артың нұр, орның жұмақтың төрінен болғай.